Өткінші өмір. Күн екінтіге қарай құлай бере, жолға шыққан тесік өкпе автобус ми қайнатар шілденің аптабының өзінде алабөтен мінез танытып, көңіл күйі мың құбылып тұратын Тесіктас асуының ұшар басына демі бітіп барып, зорға шыққанда шал-шауқаны мен кемпір-сампыры бар 15 шақты адам уф деп демдерін алып, көңілдерін жайландырған. Қараңғалғыр осы ауданға жібі түзу автобуста бұйырмай қойды ғой, деді құлағындағы сырғасы әйнектен жартылай түскен күн сәулесіне шағылысып, жалт-жұлт еткен жуан бөкселі келіншек. Тоқ балтыры киім-кешек пен затқа сықай толтырылып, екі бүйірі бұлтиған ала сөмкенің үстінде айқасып жатыр. Кезінде сен де талайлардың көзінің жауын алған жаңа көлік болдың-ау деп ойлады. Көңілі әлем-жәлем болып, ел көшіп кеткендей құлазып келе жатқан Қыдырбай жанармайдың иісі мен қара жолдың қара шаңы, қолқаны қапқан автобустың жүдеу кейпіне аянышпен көз тастап, ақтық демі біткенше қу жаны үшін арпалысып өтетін адам да солай. Бүгін барсың, ертең топырақсың. Осы кезге дейін талайлардың жаназасына барып, ботадай боздағандардың сай-сүйекті сырқырататын зарлы жоқтауын естігенде, мынадай тұтамға толмайтын 5 күндік жалғанның талқаны таусылған күні бұдан да жалт етіп өте шығатынын, мұның қара шаңырағының алдында да қазан ошақ көтеріліп, ет жақындарының ақтық сапарға жылап-сықтап шығарып салатынын ойлағанда, тұла бойын қалтыратып жіберетін сәттік үрей қорқынышты Құдай сақтасын деген жалғыз ауыз сөзбен жұбатып жүре беретін Қыдырбай, өлім деген ант тұрғанның кезек күтпей бас салатынын қосағы айбарша төсекке таңылғалы бері мойындады. Басында жүрегім ауырып жүр дейтін әйелі дәрігерлерге көрініп еді, бейбақты тірілердің үмітін үзетін өкпенің обыры деген қатал үкім күтіп тұр екен. Қыдырбай мына хабарды естігенде теңселіп кетті. Өзімен жәрдем күтіп, жаутаңдай қараған әйелінің көңілін аулап, жай ғана өкпеңе суық тиіпті деп алдартқанымен жүрегі қан жылап тұр еді. Әйелмен сөйлесіп отырғанда Қыдырбайды құптап, қайта-қайта бас шұлғып отырған ақбас дәрігердің өңі де былай шыға бере өзгерген. Әйеліңіздің науқасы тым ауыр, тезірек емдетпесеңіздер, аурудың тамыр жайып кетуі мүмкін. Бірақ сол емді көтере алар мекен деп, дәмелендіріп қойған үмітін өзі үзіп жіберді. Бағаналы бері іштей тынып, шаққа тұрған Қыдырбай еңкілдеп жылап жіберді. Құдай үшін көмектесе көріңізші, шеттей 5 баланы қайтемін, деді. Дәрігердің жүрегін Қыдырбайдың бетінен 5 тарам болып аққан көз жасы да жібіте алмады. Шарасыз кейіп танытып, алақанын жайды. Қалтаңыз көтерсе, Германияға, Израильге барып емдетсеңіз болады. Тек оған қомақты қаражат керек, деді. Сонда қанша болады, қанша? Деп екпіндеді Қыдырбай, дәл қазір сұраған ақшасын қалтасынан суырып бере салатын адамдай. Шамамен 20, мүмкін 30 мың доллардан кем болмайтын шығар, деді ол да емнің нақты бағасын айта алмай күмілжіп. Қыдырбай күрсінген, Құдайым-ау, ондай ақшаны өңі түгілі түсінде көрді дейсің бе? 30 жыл трактор айдап, үй бетін көрмей жүргендегі табатыны 60 мың теңге. Ол да шаруа қожалығының басшысы Байғабылдың көңіл күйіне байланысты. Қаласа береді, қаламаса шотыңда ақшаның жоқ екенін айтып, келесі айға сырғытады. Мыңғырған мал мен боздаған түйе, кісінеген жылқының соңында шұбырған 10 шақты адамның күні қарағаны осы айлық.
Байғабылдың заң зүкән соғатындарға айтатын жауабы да қысқа: ұнамаса жұмыстан шығып жүре беріңдер, кезекте 100 адам тұр деп астамсып көк қақпаны көрсетеді. Бұрындары осы Байғабыл Кеңшардың қойын қолдан ұрықтандырып дәрілейтін жай ғана мал дәрігері еді. Нарық заманының тұсында наны көтеріліп, бағы шапты ма, аудандағы жұртты аузына қаратқан байлардың қатарына қосылып, атағы алысқа кетті. Аумағы ат шаптырым келетін қожалықтың ауласынан шетелдік көліктер үзілмейді. Ауданның әкімі, полицияның бастығы, прокурор, тағы да басқа атқа мінген ығай мен сығайлардың бас қосатын жері осы. Желінің басынан саумал ішіп, жас тоқтының қуырдағын жеп қайтады. Ондай кезде Байғабыл қарамағында жұмыс істейтіндерді бір арпаның қауызына сыйдырып, қуырып жібереді. Мына үстіндегі өрім-өрім киімің не? Қатының соны жаман, үтіктемегенде не бітіреді? Әй, өткен жолы ғана айлық алған жоқсың ба? Бір киім алуға шамаң жетпей жүрме деп, жұрттың көзінше тұқыртып, жер ететінін қайтерсің. Ауылдағы көрікті келіншектің бірі Айнагүлді, мынау күйеуі барау деп, қымсынбастан қашан көрсең де, төбедей көлігінің алдына отырғызып, ауданға кетіп бара жатқаны. Онысын Айнагүл айлық есеп тапсыруға кетіп бара жатыр деп сылап сипайды. Күйеуі есен де әйелінің Байғабылмен көңіл жарастырып жүргенін біледі. Тек айта алмайды, амалы құриды. Өзі отбасына әкелетін көктейін кірісі жоқ жұмыссыз болғандықтан ба, бала-шағасын асырап отырған әйелінің бұл тірлігін қайта құптайтын тәрізді. Бірде осы Қыдырбайдың жайлаудан шөп әкеле жатып, көк шалғында аймаласып жатқан Айнагүл мен Байғабылдың үстінен кездейсоқ түсіп қалғаны бар. Шалбарының ауын түймелеп үлгере алмаған Байғабылдың: «Ей, иттің баласы, сенде мәдениет деген бар ма? Тым құрыса жөтеліңкіреп келсең қайтеді?» деп жекігені бар. Ал Айнагүл жарқыраған тәнін ақ жаймамен қымтап, теректің тасасын айналып кеткен. Бір түйетауықтың сирағы сынса, ақыр заман орнатып жіберетін Байғабылдан қарызға ақша сұрағаны қаншалықты дұрыс? Бермейді-ау, бермейді ғой. Үйін сатса да, 5 баланы шұбыртып, қай үйдің босағасын жағалайды? Жанын жеген сауал өте көп. Ертесіне аудан орталығына барып, банкке бас сұққан. Банк ақша бере ме, жоқ па, әйелі аурудан айыға ала ма, барлығын келесі видеодан тыңдай аласыздар. Менімен бірге болып каналға тіркелей кетіңіз.